жалпы стиль мінез ғой бұл. Ал енді біреуге еліктеп, жас кезде еліктеп солықтаған болармыз бәлкім. Біреулер айтады, мысалы, кейбір қаламдастарым, менің өзім стилім осылай қалыптасты, осылай болдым деп. Екі-үштілау пікір. Біреуді ұстаз тұтпасаң, табынып қажет жоқ. Ұстаз тұтпасаң, үлгі тұтпасаң, сол адамға бір еліктемесең жас кезде болмайды. Тәлім алу керек. Шынында да мынау қазақ әдебиетіне менің ең бір ден қойғаным, кейін оқыдық қой, Жүсіпбек Аймауытовтың стилі. Ғажайып стиль. Айтатыны жоқ оның. Екінші Бейімбет Майлиннің стилі. Үшіншіден сол Ғабит Мүсіреповтің, өзім жаныма жақын. Мүмкін сол ұстаздарды, сол ұлы тұлғаларды, сол өзіме сол өнеге тұтқаннан кейін мүмкін ұқсап кететін болармыз. Бірақ ол кісілер тым биікке кеткен адамдар. Оған шеңдесу оңай емес, мүмкін емес. Сол кісілердің сол ізін басып, қалам қуатын жалғап жүрсек, соның өз бізге үлкен шүкірлік айналайын.